қайдам? Қайда жүрмін мен осы? Мыналар не қан? Жердің бәрі қан қою. Мынау не тағы? Ей, бүкіл адам бәрі мұнда тұр ғой. Не істеген сендерге? Кім жүр мұнда? Сен кімсің? Түсім екен ғой. Түсім болыпты ғой бұның бәрі. Қайда жүр? Мен мына үйге ұйықта қалыптым ғой. Осында қалыптым ғой мен. Маған басқа үйлерді іздестіру керек. Адамдарды, басқа жерлерді. Мына биіктіктен төмен түсіп көрсем, негізі мына жақтарда өзен болу керек. Өзеннің жағасында адамдар да болу керек. Мына жерде үй тұр ғой. Тағы да бір қоныс. Бұл жерде де адам жоқ. Бірақ бәрі асығыс тасталған. Мұнда біреу жатыр ғой. Мен адамның денесін қорадан табамын деп ойламадым. Және бұл дененің жанында жазба жатыр екен. 3-ші түн. Қасқырлар тағы келді. Мен отбасым үшін қатты уайымдаймын. Бұлар бізге тыныштық бермей жатыр. Ешқайда шыға алмай отырмыз. Менің бір білетінім, ол 2 аяқты адам секілді, бірақ үлкен. Бұл жазбадан менің денем қатты тітіркенді. Демек, менің ойым дұрыс екен. Бұл жерде тек қана қасқырлар емес. Мен іздерді қуып жүре бердім. Қасқыр іздері бір бағытқа кетіп жатыр. Барлығы осы орманның ішіне қарай. Мен сені көріп тұрмын. Менде от бар. Жоқ, мыналар біреу емес пе? Ол жақсы емес. Қашу керек. Бір жерге тығылу керек маған тез. Олар неге шабуылдамай жүр? Қоршап алған сияқты. Олар біреуді күтіп тұр. Менің жанымда бір нәрсе жүргендей болды. Осы сәтте мен өз сұрағымның жауабын таптым деп ойладым. Бірақ осы сәтте қасқырлардың бәрі жоқ болды. Мен олардың арттарына түсіп үлгердім. Бұлар неғып тауға қарай көтерілді? Мүмкін біреу шақырды ма бұларды? Адам ба мынау? Мынау не өзі? Бұлар мені көрді.